Достар, сәлеметсіздер ма? Біліп жүремін де, телефонмен кірсеңіз осылай, біліп жүремін де, жаңа плейлист ашылды. Ол плейлисттің аты, яғни міне, плейлист. Плейлист деген былай айтқанда бір папка жинақы болады. Деген не деген папка видеолар ашылды. Кешіріңіздер, плейлист ашылды. Жалпы бір зат болады, мысалы, ол не ол біз білмейміз. Бұл интернеттегі көбінесе заттар болады. Мысалы интернетте атақты сөз хэштег, мысалы бар, инстаграмға жаңадан тіркелеміз, хэштег деп жатады, біз бірақ хэштег не екенін біле бермейміз. Немесе спам дейді, спам, спам етпеші, спам жасамашы дейді. Не ол спам, білмейміз. Сол сияқты әртүрлі, мысалы граффити не деген сұрақ қойған болатын маған. Шынында граффити деген не? Осы инстаграмда маған сұрақ қойды. Екінші, компьютерде ядро деген не деген сұрақ қойды. Осында болды. Осылар өзім үшін шығардым, шынында айтсам, білмейтіндер болар деп. Шынында білмейтіндер бар, және көбісі жоғарғы баға берді. Міне 53 және көру санында өте жоғары, 1000 көру саны. Міне в тренде деген сөздерді білмейміз. Шынында атақты форекс не екенін білмеймін, бірақ бір жарнамалар болады, форекс деп жатады, бірақ форекс не екенін біле бермейміз. Сол сияқты көп. Әзірше осылар, алдағы уақытта жаңа видеолар қосылып тұрады. Барынша керек видеоларды қарап шығыңыздар. Өзіңізге жаңадан видеолар қосылып тұрады. Сондықтан деген не деген плейлист ашылды. Сондықтан соны есіңізге салып кетіп жатырмын. Яғни өзімнің жазылушыларыма осы 55.600-ден аса жазылушылар, 56.000 дейікші, 56.000 жазылушыларыма хабардар беріп жатырмын жаңа плейлист ашылғанға. Ойлаймын, егер осы плейлист ашылған сіздерге ұнады деп. Егер сіздерге осы плейлист ұнаса, жақсы болды ашылған, керемет плейлист десеңіз, лайкпен қолдап жіберіңіздер. Одан кейін лайкпен қолдағаннан кейін одан кейін міне осы жерге подписаться деген болса, егер сіз білмесеңіз, кейбіреу бар білмейтіндер, міне подписаться жанып тұрады, сіздерді соны бассаңыздар болады. Біліп жүремін жазыламыз, осы видеоны лайкпен қолдап жүруге болады, және ұнаса лайкпен қолдап жүріңіздер, біліп жүремін жазылыңыздар.